Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бешбармақтың қамырын осындай екі түрлі әдіспен қатыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Салқын судың үстіне жұмыртқа, сұйық май, тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Қажет заттардың барлығын описанияға жазып қалдырамын. Енді еленген ұнымыздың үстіне сұйықтығымызды барлығын құйып, жақсылап қамыр илейміз. Басында қамырымыз осылай бірікпей тұрады. Илей беріңіздер, сонда біркелкі формаға келеді. Енді осы қамырымызды пленкаға салып, жарты сағат демалдырып қоямыз. Неке жарты сағат өтті, енді қамырымызды алып, қайтадан илейміз. Қамырымыз біршама жұмсарып, илеуі қанғанша иледік. Неке әдемі болып шықты. Енді осыны екі бөлікке бөліп, суала жасап, пакетке салып, тағы да тындырып аламыз. Он 15 минуттай тындырып қойсаңыз жеткілікті. Енді қамырымызды алып, жаюды бастаймыз. Осы зуаламызды осылай қолымызбен басып, әдемі формаға келтіреміз. Енді үстіне ұлпамызды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Бірінші осындай шеттерін шығартып алыңыздар. Одан соң қамырымызды осылай оқтауға орап, екі шетін ғана басып, қамырымызды жаямыз. Екі шетін басып жайсаңыздар, ортасы жұқарып қалмай әдемі болып шығады. Осындай қазақ тілді каналдың дамуына аз да болса үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Шеттері қалыңдау болып жатса, осылай ұлпаны сеуіп, қамырымызды осылай қайырып, оқтаумен осылай орап жайсаңыз да болады. Неге қамырымыз дайын болды. Өте жұқа, әдемі болып шықты. Енді осындай пакетімізді алып, қамырды үстіне жайып, тура видеодағыдай қылып жасаңыздар. Осылай қылып қамырды қатырып қойып, алдын ала қонақ келетін кезде жасап қойсаңыздар, өте ыңғайлы. Неке қамырымыз дайын, енді осыны тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Енді екінші әдісті көрсететін боламын. Бұл қамырымыздың үстіне ұлпаны молырақ сеуіп, осылай оқтауға орап, ортасынан кесіп аламыз. Одан соң өзіңізге ыңғайлы бөліктерге бөліп шығыңыздар.
Енді осындай тегіс доскаға қажет болады. Осының үстіне пленканы жайып, қамырымызды осылай тізіп шығамыз. Енді осылай пленкаға салып, тоңазытқышқа қатырсақ болады. Мінекей қатып шыққан қамырларымыз әдемі болып қатып тұрыпты. Осылай бешбармаққа сала берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.